Сіз күнделікті жұмысқа, оқуға немесе жай ғана серуендеуге шыққанда айналаңызда жүрген қара құстарға мән бересіз бе? Көпшілігіміз үшін қарға қаланың жай ғана бір бөлігі, қоқыс төңірегінде ұшып жүретін қарапайым мақұлық. Бірақ дәл қазір сізді жоғарыдан біреу бақылап тұрғанын және ол сіздің кім екеніңізді нақты білетінін сездіңіз бе? Егер сіз оған осыдан бірнеше күн бұрын, тіпті бірнеше жыл бұрын қиянат жасасаңыз, тас лақтырсаңыз, айқайласаңыз немесе ұясына жақындасаңыз, сіз өзіңізге өмірлік жау таптыңыз. Ол сіздің бет әлпетіңізді, жүріс-тұрысыңызды, дененің пропорциясын жаттап алады. Бірақ ең қорқыныштысы, ол бұл ақпаратты тек өзі сақтамайды. Ол сіздің суретіңізді, яғни бейнеңізді өзінің бүкіл тобына және болашақ ұрпағына мұра етіп қалдырады. Бүгін біз жануарлар әлеміндегі ең кекшіл, ең ақылды және ең жұмбақ тіршілік иесі қарғалардың құпия әлеміне үңілеміз. Олардың ақылы қай деңгейде? Неге ғалымдар олардан қорқады? Арнаға жазылыңыз, өйткені бұл сіз естімеген ең таңғажайып деректер болмақ. Қарғалардың кекшілдігі туралы қауесеттер ертеден бар, бірақ ғылым мұны жақын арада ғана ресми түрде дәлелдеді. Бұл оқиға Американың Сиэтл қаласындағы Вашингтон университетінде басталды. Профессор Джон Марзлов құстардың жадысын тексермек болады. Ол үшін екі түрлі маска дайындайды. Біріншісі өте қорқынышты үңгір адамының маскасы. Екіншісі қарапайым бейтарап адамның маскасы. Ғалымдар қорқынышты масканы киіп кампус ауласында 7 қарғаны тормен ұстап алады. Оларға зиян шектірмейді, тек аяқтарына арнайы белгі салып қайта босатады. Алайда құстар үшін бұл үлкен стресс еді, және олар бұл қорқынышты жүзді өздерінің басты жауы деп белгілеп алды. Содан кейін ғалымдар екінші, яғни зиян келтірмеген қарапайым масканы киіп жүргенде, қарғалар оған мүлдем мән бермеген. Ал енді ең қызығы, ғалымдар баяғы қорқынышты масканы киіп көшеге шыққанда бүкіл ауладағы қарғалар жабайы дауыспен айқайлап, топтасып келіп маска киген адамның басын шоқи бастаған. Тіпті сол масканы киген адамның артынан жүздеген метр бойы қалмай ұшып бүкіл қаланы басына көтерген. Уақыт өтеді. Арадан 5 жыл, 10 жыл, тіпті 15 жыл өтеді. Эксперимент басталғанда өмір сүрген қарғалардың көбісі табиғи себептермен өліп қалған еді. Бірақ 15 жылдан кейін ғалымдар сол масканы қоймадан алып, қайта киіп аулаға шыққанда сүйектен өтетіндей қорқынышты жағдай орын алды. Ауладағы жаңа жас қарғалар баяғы масканы көре сала жабыла шабуыл жасады. Олар бұл масканы өмірінде көрмеген, оларды ешкім ұстамаған. Бұл нені білдіреді? Қарғалар өз арасында тілдесе алады. Олар балаларына бұл біздің әулеттің жауы деп үйретіп кеткен. Олардың ақпарат беру жүйесі адамдардың тарих айту мәдениетімен тең түсіп тұр. Қарғалардың әлеуметтік интеллектісі соншалықты жоғары. Оларда тіпті өзіндік жерлеу рәсімі немесе сот жүйесі бар. Егер бір аймақта өлі қарға табылса, оны бірінші көрген құс ерекше дыбыс шығарып дабыл қағады. Бірнеше минуттың ішінде сол маңдағы ағаштарға ондаған, кейде жүздеген қарға жиналады. Олар шуламайды, өте үнсіз, мұқият төменге қарайды. Олар не істеп тұр? Саналы түрде аза тұтып тұр ма? Ғалымдар бұл феноменді де зерттеді. Мұның артында тек қайғы емес, үлкен прагматикалық есеп жатыр. Қарғалар өліп жатқан серігінің жанына жиналып, мұны кім өлтірді? Бұл жерде қандай қауіп бар? Уланған тамақ па, мысық па, әлде адам ба деген сұраққа жауап іздейді. Олар айналаны толық анализден өткізеді. Егер сол сәтте қастарынан бір адам өтіп бара жатса, олар автоматты түрде сол адамды өлтіруші деп қабылдап, оның түрін естерінде сақтап қалады. Сондықтан өлі қарғаның жанында тұру сіз үшін өте қауіпті. Енді олардың логикалық ақылына келейік. Биологтар қарғаның интеллектуалды деңгейін 7 жасар баламен, ал кейде логикалық тапсырмаларды тіпті шимпанзе маймылымен теңестіреді. Әлемде Жаңа Каледония қарғалары деген ерекше түр бар. Олар жабайы табиғатта дайын құралды пайдаланып қана қоймай, оны өздері жасайды. Лабораторияда мынадай тәжірибе жасалды. Қарғаның алдына терең, тар шыны түтік қойылды. Оның түбінде кішкентай шелекте ет тұрды. Жанына түзу, қатты сым темір тасталынды. Қарға сымды тұмсығымен алып түтікке тығып көрді, бірақ түзу сыммен шелекті іліп алу мүмкін емес еді. Сонда қарға не істеді дейсіз ғой? Ол сымның бір ұшын жердегі саңылауға қыстырып тұрып, тұмсығымен тартып, оны иіп, ілмек жасап алды. Одан кейін сол ілмекті түтікке салып, шелекті оңай суырып шығарды. Бұл жануардың абстракты ойлау қабілеті бар екенін нақты дәлелдеді.
Олар уақыт пен кеңістікті де жақсы түсінеді. Егер қарға еттің шірігенін емес, балғын кезін жегісі келсе, бірақ ол ет қатты қорап ішінде тұрса, ол қорапты аша алатын басқа жануарды, мысалы қасқыр немесе түлкіні дауыстап шақырып сол жерге ертіп келеді. Күшті жыртқыш қорапты немесе олжаны бөлшектеген соң, қарға өзіне тиесілі үлесті жеп кетеді. Олар басқа тіршілік иелерін өз мақсатына пайдалана алады. Қалада өмір сүретін қарғалар бұл деңгейден де асып кеткендер. Олар адамдардың заңдарын өз пайдасына қолдануды үйренген. Мысалы, Жапонияның Токио қаласында қарғалар грек жаңғағын өте жақсы көреді, бірақ тұмсығымен оны жара алмайды. Олар жаңғақты биіктен асфальтқа тастап көрді, жарылмады. Сонда олар мынадай гениалды шешім тапты. Жаңғақты жолдың бетіне, дәл бағдаршамның алдына жаяу жүргіншілер өтетін зебраның тұсына тастайды. Көліктер қозғалғанда жаңғақты дөңгелегімен басып, жарып өтеді. Ең қызығы, қарға жаңғақты жеу үшін бірден жолға түспейді. Ол өзінің өмірін қатерге тікпейді. Ол бағдаршамға қарап тұрады. Қашан машиналарға қызыл түс жанып, адамдар жаяу жүргінші жолымен өте бастағанда, қарға адамдармен бірге асықпай төмен түсіп, дайын жарылған жаңғақты жеп, жасыл түс сөнгенше қайта ұшып кетеді. Олар бағдаршамның түсін ажыратады және жол ережесін адамдар сияқты түсінеді. Бұл видеомыз тек қарғалардың кек қайтаруы туралы ғана емес. Қарғалар жамандықты қалай ұмытпаса, жақсылықты да дәл солай бағалай біледі. Егер сіз оларды үнемі тамақтандырып, қамқорлық танытсаңыз, олар сіздің де түріңізді жаттап алады. Әлемде қарғаларға жақсылық жасаған адамдардың үйіне, терезесінің алдына, құстардың даладан тапқан тиындарды, жылтырақ заттарды, кілттерді, қымбат әшекейлерді сыйлық ретінде әкеліп тастап кеткен мыңдаған оқиғалар тіркелген. Олар достық пен алғысты түсінеді. Қарғалар біздің қасымызда өмір сүріп жатқан, бірақ біз толық зерттеп бітпеген параллельді интеллекті әлем. Енді сыртқа шыққанда ағаш басында отырған қарақұсқа басқа көзбен қарайтын шығарсыз. Кім біледі, бәлкім ол дәл қазір сіздің кім екеніңізді іштей есептеп отырған болар. Достар, сіздердің өмірлеріңізде қарғалардың осындай ақылдылығына байланысты оқиғалар болды ма? Комментарийде бөлісіңіздер. Өте қызықты тақырып. Видео ұнаса лайк басып арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Алда әлі талай қызықтар бар.